анасы, құтты болсын тойларың, ардақты ата анасы, құтты болсын тойларың, ардақты ата анасы. Бұл ғаламда бұл маңда мұндай шаттық болғанда, көрмегенде арманда, көргендерде арманда. Бұл ғаламға сыйғандар, бір-біріне меймандар, өмір деген өткенше сыйласыңдар, сыйлаңдар. Бақыт қоны білгерсін, бар қызықты бір көрсін. Кім қуанса бұл тойға дәл осындай той көрсін. Кім қуанса бұл тойға дәл осындай той көрсін. Сыйлап асыл сыйларды жанашырлар жиналды. Шын бақытты күтсеңдер, отбасы бол иманды. Шын бақытты күтсеңдер, отбасы бол иманды. Осы тойға бақытты қайта-қайта тілейік, бұл отбасын үлгі етіп айта-айта жүрейік. Бұл ғаламға сыйғандар, бір-біріне меймандар, өмір деген өткенше сыйласыңдар, сыйлаңдар. Бақыт қоны білгерсін, бар қызықты бір көрсін. Кім қуанса бұл тойға дәл осындай той көрсін. Кім қуанса бұл тойға дәл осындай той көрсін. Ақ сезім ай, сезім ай, түсіп кетті есіме, ғашық болған кезім ай. Бұл ғаламға сыйғандар, бір-біріне меймандар, өмір деген өткенше сыйласыңдар, сыйлаңдар. Бақыт қоны білгерсін, бар қызықты бір көрсін. Кім қуанса бұл тойға дәл осындай той көрсін. Кім қуанса бұл тойға дәл осындай той көрсін. Алаш керегесі ағаш шәулімі жоқтан, қазан оттан түспеген қазақ ағайын. Ұлы өссе, ұлысым дейтін, қызы өссе, ырысым дейтін. Ал енді мінекей қазағымыз қашандан да дәрежеге емес, дәстүрге бағынған, ізеттілігін келінен таныған, бақтым деп баласын баққан, татулығын абысынан тапқан қазақ ағайын. Мақсаты да, жақсаты да ұрпағымен тараған, өткірлігін қылышқа, ұлын ұлысқа, қызын ырысқа балаған қазақпыз. Ал олай болатын болса, бүгін мінекей Қаратамырлар ұрулы елінде Итемгеновтер отбасында, соның ішінде Қайырбек пен Замираның шаңырағында шаттық мереке тойымыз. Бұл тойдың себепшісі ұлдарымыз мінекей Еркебұлан ұлдарыңыз Ерке елдің қызын алып келіп мінекей өздеріңізді қуантып жатыр. Ал олай болатын болса, Қаратамырлар ұрулы еліне келіп жатқан келіндеріңіздің аяғынан, қойшының таяғынан деп, келіндеріңіз аяғы мерекелі, берекелі болсын деп, Қаратамырларда әрқашан той болсын деп бір қошеметтеп қойса ағайын. Ендеше осы мынау той иесін бір шақырайық кәнеге. Қайырбек пен Замираны ортамызға шақырып, қуанып жүрген, қуанышты бірге бөлісіп отырсын деген елменен бір қошеметтеріңізбенен Қайырбек және Замира. Ал біріңізге, ұл болса біріңізге келін болып келіп отырған берекен. Еркектер болсын, мәңдайымыз стенаға тимей қайтпайтын еркекпіз ғой. Қайырбек қайда барамыз? Бәрімен амандастық, көрдік. Тек мына жерге келіп тұрсын деп атқанымыз ғой. Біз енді жаңа айтып жатқанымыз ғой. Неке Қайырбекпен көріп қандай ақ жарқын екенін, кіші пейіл екенін, қандай ішінің таза екенін неге бүгін келіп көріп жатырмыз, бүгін келіп танысып жатырмыз. Сөйтсек екеуміз құрдас болып шықтық. Екеуміз құрдас болып шықтық. Ал енді мінекей Қайреке, Замира, тойларыңыз құтты болсын, тойға ұласа берсін. Еркебұлан ұлдарыңыз мінекей еркелеп жүрген кеше ғана кішкентай ұл, бүгін мінекей шаңырақ көтеріп керегелеріңіз кеңейтіп жатыр. Ал әрқашанда осындай болсын, тойға ұласа берсін, керегелеріңіз кеңейіп, шаңырақтарыңыз көбейе берсін. Ал енді бүгінгі мынау беташар тойымызға халықты жинап ақбатамен ақтекті алып жатсыздар. Бүгінгі алатын ақтектеріңіз қабыл болсын деп, енді мінекей осы ортаға келіп жатқан халқымызға бір ақтасарқанымызды ашқызып, тойымыздың бір түндігін түріп алып, ал енді мінекей ортамыздағы отырған үлкен ақсақалымыз, төрден орынған
Әбубәкір ағамызға микрофонды берсек, бүгінгі қара тамырлар рулы еліндегі болып жатқан тойымыздың түндігін бір ашып берсе деп жатырмыз. Аға осы жерде я тұра беріңіз, микрофонды берейін. Ассалаумағалейкум, жиналған жамағат. Міне отырып осы тойдың несін дастарханын ашып береді дегенде көпшілік ағаларым да отыр, басқалар отыр. Сенің ауылдан келгенсіңдер барлығың. Мен де ауылдан келіп осы нәсіп етіп отыр осы тойға. Бүгін міне Ыдырыс ағамызбен Жұмагүл жеңгеміздің ұрпақтары Қайырбек інім мен Замира келіннің де үлкен той, балдардың тойы құтты болсын. Міне жаңа көріп, бір баламызды көрмегенмін, інімді жаңа көріп, бірден Ыдырыс ағам есіме түсті. Бөгеріне құсап тұрсын дейді қазақтар. Айналайын міне балдар өмірге қол ұстасып, басқан қадамдары құтты болсын. Шаңырақтары тең, терезелері тең болсын. Бір-бірлеріне сезімдері шынайы, сенімдері мол болсын. Өмірлері мағыналы, мәнді болып, өмірде көретін қызықтары көп болсын. Үйлерінде тек қана сәбилерін күлкілестіріп, әр уақытта сендерге еңбектерінің өзің жақсы деген, күліп, ойнап, сол қызметтерін тек қана жақсы аттарымен қайтарсын. Міне келген халық дастарханның тойы ашық, енді осы тойының дастарханынан дәм татып, осы қуаныш күндерімізді біздің Қаратамыр ағайларымен бірге бөлісіп отырмыздар. Әмин, айтқандарыңыз келсін. Ал олай болатын болса мінеке алдарыңыздағы бұйырған астан дәмінен алып отырыңыздар. Қайырке тағы бір мінеке той құтты болсын. Ал енді мінеке тиісті орындарыңызға бір жайғаса беріңіздер. Ал енді мінеке құрметпенен сіздердің алдарыңыздағы ас дәміңізді алып отырсаңыздар, біз енді мынау әнмен өздеріңізге тарту өтіп отырайық. Елімізді аман болсын. Міне жаңа айтып отыр ғой, ауылдан кетіп деп, Тауелбайдан кетіп деп, сол енді мынау Тауелбайымызбен Қазақстанымыз аман болып, тек ортасында жорға жүрсін, тек ортасында дорба жүрсін, еліміз тыныш болсын. Ал елімізге жақсы әндеріміз тартып отырады. Жүрегім елден ел жүрек, ауылдың суы, ауылдың нуы аңсатты. Күйбең тірліктен дүрбің шулары шаршатты. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта. Кіреймін елген маңдайда, ел жақындары аттанып кеткен келмеске, көз көргендерден азар қапты сол қайғы. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта. Жайлы жүр жазам, сүйеді тұрып, Жұмагүл апам сүйген шәрбатқа. Ауылың жайлы, бауырың жайлы жүр жазам, сүйеді тұрып, Жұмагүл апам сүйген шәрбатқа. Жеті рулар бар ма? Жұмагүл апамыздың тұр.
Төртünderi var mı? Ay bereket. Al kara tamirlar aman olsun. Toy toy kula söylersen kara tamirlarına ege. Ağına varan berge tuğuz yer jakta. Ağlaydılar, karamaydılar başıma. Ağlım jaylı, bağrım jaylı kılsam. Suyunup durup, anam suyungen şerbaka. Ağlım jaylı, bağrım jaylı kılsam. Suyunup durup, anam suyungen şerbaka. Rahmet, bereketli. Hanımı kelgen canın aldına as tartamın, kişi bolsa hürmettep öne tutup, ülken bolsa aldına aspen birge bas tartamın деген қазақпыз. Ал біздің енді мынау тойымыздың асы да дайын болған екен, ал олай болатын болса, мінекей той қалауымызды қарсы алайық ағайын. Altında şeker koydular, harcaka ortaka Toyunda осы жан жақтан келіп жатыр ағайындар. Соның ішінде мынау алыстан келіп жатқан кісілеріміз бар, қонақтарымыз, сыйлы қонақтарымыз, құрметті, қадірменді қонақтарымыз бар. Және осы мінекей ауылдың ауыл ақсақалдарымыз бар ағайын. Құрмет тұтқан және осы мынау әрқашанда сыйласатын үлкендеріміз бар. Ал енді мінекей біз аға бірінші столға микрофонды апарып берсем, сол жерден ақсақалдар өздері енді мінекей жолмен, ретіменен өздері бір ақ тілектерін айтып, ақ батасын айтып, ал содан кейін мынау екінші столға келіп ақ жаулықты аналарымыз бар, ал жақтан келген енді алыстан келген нағашы апамыз бар жаңағы, сол кісі, жаңашы апамыз ба? Жаңа шапаларымыз бар. Енді сол кісілер бір ақ тілекті ақтарлы айтсын. Соныменен қалғандар қосылатын шығар деп ойлаймын. Бұл жерде енді мынау жаздың уақыты ағайын, өздеріңіз білесіздер, шілденің уақыты, сол үшін енді мына жерде көп отырып, ақтарлы ақ тілек айтып, енді мынау қазір енді мынау ыстықтың кезінде бір екі столдан ақ тілек алсақ, содан кейін бет ашарға бет бұрсақ деп отырмыз. Әр столдан бір кісі, екі кісіден кәнекей нағашысы болады, өз жұрты болады дегенде. Көрсін, кім бір шумақта болсын. Құрметті бүгінгі тойға жиналған қауым, бүгін мынау ініміз Қайырбекпен келініміз Зәминаның отының басында ақ түйенің қарны жағылған күн, бір баласы екі болып қуанышқа бөленіп жатыр екен, қуанышы ұзағынан болсын. Сол балдарының бақытын той тойлап, солардың қызығына тоймай жүре берсін. Бұлар жиналған қауым сіздердің де оттарыңыздың басында осындай той мереке болуына тілектеспін.
әрқашан қуанышта бас қосуға Алла нәсіп етсін. Қайырлы той құтты болсын. Балдарың бақытты, базарлы болсын. Әрқашан да солардың қуанышына тойы ортасында шаттанып жүре беріңдер. Зәмира келін. Рахмет. Мына келін бәріңізге құтты болсын. Қайырбек, Зәмира, келіндерің құтты болсын. Келіннің аяғынан, шопанның таяғынан дейді. Осы келін, осы үйге құт береке, бақыт алып келсін, аяғы құтты болсын, елдері сау болсын, балдары бақытты болсын. Әр уақытта өз тойда, жақсылықта кездеседі. Әумин. Міне бүгін біздің келіміз Қайырбекке той болып жатыр, келін жүріп қолына. Қайырбекжан, Зәмирадан тойларың құтты болсын, жастар бақытты болсын. Осы екеуінің қызығын қоймай, немере шөбере шеберіңдер. Алла тілектерін қабыл болсын. Тойыңдарыңды бір мәрте құтты болсын. Ал рахмет берекелі, қандай керемет мінекей. Әрбір столдан бір 2-3 адамнан, 3 кісіден бір ақ тілек беріп отырсақ, өзімізге де уақытымызды бір кішкене үнемдеп. Ал енді мінекей, әкенің қадірін білдірісін де, онсыз алға баспайды, бірісің де, күйіңдеме, шертемінде күйіңді ақыретте кетпесін мұң үшінде, ананың қадірін білдірісін де, онсыз алға баспайды, бірісің де, бесіңді тербеткен кірпі келмей, ұйқың тыныш болсын деп түн ішінде деген ағайын. Ал енді мінекей ақсақалды ағаларымыздан ақ тілектерімізді естіп алдық. Енді мінекей екінші ақ дастарханымызға келсек, ақ жаулықты аналарымыз бар, қадірменді апаларымыз бар. Енді өздеріңізге микрофонды берейік, жолыменен, жөніменен, енді өздеріңіз бір 2-3 тілек болса осы столдан. Ал алыстан келген апа, қанеке, жаңа шапамыз ба? Жаңа шапа. Ой, нағашы дейді, 3 жұрттың бірі, нағашы, сонында ең ішіндегі шыншылы дейді. Ал нағашы апамыз, жаңа шапамызға бір қошеметтеп қойыңыздар ағайындар. Қиынды қиыстырып, осындай заманда мінекей желіміз келін алып жатыр деп тойына келіп отырған. Ассалаумағалейкум, ағайындар, бауырлар, құда-жекжаттар, таныстар, көршілер. Мына бүгін менің бауырым Қайырбек пенен Зәмираның үйінде үлкен той. Бір баласы екеу болып, дүниясы алдына қойған мақсаттарының біріне жетіп жатыр. Алла тағала Қайырбектің туылғанда шешем бейшара өзімнің балам біп деп, қара тамыр емес бұл деп. Бірақ оның өзін шыққан тегін жасыра алмаймыз қара тамыр екеніне. Алла тағала осыларға бақ береке байлық берсін, келген келініміздің аяғынан болсын. Келінді тәрбиелеу ене менен атаның парызы, енесіне айтарым, келіннің кемшілігі болса кешіріп, жетпейтіні болса жеткізетін, келін мен атаның қасындағы үлкендердің парызы. Маған осы бауырларымның отбасында тек шаттық, береке болсын, дендері сау болсын, үлкендердің сыйлайтын, кішілердің үлкенді құрметтейтін, кішіні сыйлайтын келін болсын. Алла тағала өздерінен өсіп өне берсін. Тілейтін тілегім менің Қайырбек пенен Зәмираға. Жандарым, балдарың бақытты болсын, босағалары берік, шаңырақтары биік, керегелер кең болсын, ішінде шүбірлеген апандары болсын, алдалары пұлға, үйі жырамға, қорасы малға толсын. Алла тағала осы тілегімді Алла қабыл етсін деп отыр. Енді сіздерге мен осы тойдың бірнесін бастап берейін. Бастайын, баста десің әр айдай, әр қайда, әр айдай көңілге жай. Ағайын, мұсын айдаумен айтып отырған, қарап бекер жарамайды. Саған балқымау, еуін айтыбай, жүрмін шалқыбай. Әнім айтыбай, әнім айтыбай, жүрмін шалқыбай.
тойды мен бастаймын, кім бастайды? Ей, саған қымау, мен жүрмін жалға. Ал рахмет апа. Енді мына өздеріңізге Алла денсаулық берсін дейміз. Әрқашан осынау тойымыздың төрінде төрелей болып келіп, мінекей қонаққа да беріп, және өзіңіздің көмейіңізден шыққан әндеріңізді осынау жиендеріңізге және Тауелбай халқына арнап жүре беріңіз. Ал апама бір қошеметтеп беріңіздер ағайындар. Апам енді бұдан да жақсы айтатын кеше енді пойызда жолда шаршап қалған ғой деймін. Баяғы бір апамыз Алматыдан шығып Қостанайға келе жатыр дейді. Сосын мына жақтан, ар жақтан үлкен баласы шығарып салып, Қостанайдан кіші баласы күтіп албады дейді. Апа жақсы келдің ба десе, апамыз 5 билетке келеген дейді. Жай құрсыш, тек пойыздың ішінде келдім дегенім болмаса, жаяу келдік қой деп. Ана вагонда мына вагонге, апа мына вагонге бар, мына вагонге бар деп жүргізе берген екен дейді. Ал енді мінекей соның ішінде тағы да құрметпенен, қадірменен өздеріңізге ақ тілекті бір ақтарлы айтсын деген ниетпенен Қайырбек ұлдарыңыздың осында кіндік анасы отыр ағайын. Кіндік анасына ақ тілекті бір берсек деп отырмыз. Жаңа еді мынау құр микрофонды беріп, бұл кім екен дегізгенше өзім де бір айтып берейін деп микрофонды апа сіздің қолыңыздан алып атқаным сол. Бір қошеметтеп жіберсеңіздер мінекей, бүгін мінекей анамыздың орнына келіп отырған, Жұмагүл анамыздың орнына келіп отырған кіндік анасы Гүлсім апамыз ба? Гүлсім апамыз қанекей бір қошеметтеп қояйын. Құрметті қонақтар, тойшыл қауым, ағайын, шекжат, құда, анда, күйеу бала, қыздар, бәріңізге той құтты болсын. Айналайын Қайырбек, қызым Зәмира, балдарың рақатын көріңдер, тойларың құтты болсын. Әр қашан той томалақта үлкен кісілерге келін ала алмай жүрген баласы, қызғақтай жүргендеге шұғысты болсын. Сіздерге де тілеймін, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Бір-біріне серік болып, перзенттері туып серік болсын. Сіздерге де рахмет, тойға келіп, кең дастарханда осындай отырыңыздар. Балдарымыз бақытты болсын, жұмыстарда табысты болсын, ата-анасына мейірімді болсын. Мейірімді болсын, үлкені үлкен құрмет қылып, кішіні кішкентай құрмет қылып, сіз бізіміз айырылмасын. Әр қашан сіздерді осындай тойға жете беріңіз. Бәрекелді. Ал енді мінекей тағы да осынау Таратамыр ұлылық елдерінен, үлкендерінен, бір ақжаулықты апаларымыздан сөйлейміз ба? Ойбай, бір жерлерде уақыт болсын, тапшы болып қалады, бәрі сөйлеп кетеді, ал бір жерлерде енді Ал рахмет, бәрекелді, айтылған ақ-тілектер періштелердің құлағына шалынсын, алдарыңыздағы астан, дәмнен алып отырыңыздар. Енді бір музыка қойып жүріш, бір билеп шығуға, Рахмет. Енді мінекей жездердің жақсы қашанда әкедейін деген. Сол енді мынау Замираға өз жағыңыздан кім бар тағы да десек, маған қадірлі де құрметті Назарбай деген жездем бар дейді. Астанадан келіп отыр, о кісі сөйлемесе, бүгін енді, Тараздан келіп отырм ба? Астананың да жақ Тараздан келіп отырған. Назарбайға бір өзіңіз жалғыз келдіңіз ба? Апам да бар ма? Алып шығыңыз кәнеке, билеп шығыңыз енді болам. Жездем, апам деп атқанда бір билеп келейік кәнеке. Ой, тойымызды бір көтерейік кәнеке. Қайреке, бажанды қасалмайды ма билеп, билеп. Ал рахмет, бәрекелді. Біз айтамыз ба, той иесі қалай болса, той солай болады дейміз. Мына енді біздің Қайрекең, бұл ішкі дүниесі осындай адам ғой. Сабырлы, салиқалы, сол ішінде шыққан қонақтар да сол сабырлы, сабырмен шығады. Ал енді мінекей сонау Тараздан келіп жатыр екенсіз. Көне тарихы бар, Таразымыздан келіп жатып, осы бүгінгі тойымызға әдейі келіп жатсыз. Сол үшін біздер сіздерді әдейілеп ортамызға шақырып жатырмыз. Ең қадірлі, құрмет тұтатын жездеміз деп жатыр. Ал енді өзіңізге ақ тілекті берейік, микрофонды алыңыз.
Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Мынау бүгінгі қуаныш Қайырбек пенен Замираның үйіне келін түсіп, қуанып атқан жайымыз бар. Қайырбек, Замира, келіндерің құтты болсын, балдарың бақытты болсын. Ол қуанғанымыздан анау Тараздан бері қарай 2 сутка жол жүріп келе жатырмыз, қуаныштарымызды бөлісейік деп. Замира өзі бүкіл балдыздарымыздың ішінде ең жақыны біздерге. Бұны 9-ды бітіргеннен алып кетіп Қарақалпақстанда оқытқанбыз. Сөйтіп дипломын алып қайтарғанбыз. Сөйтіп біраз жыл әйтеуір наным жеді, сол дипломым әлі де жейді, нәсіп болса. Үйлеріңде осындай жақсы той болсын. Балдарың бақытты болсын. Келініңнің қызметі бұйырсын. Келіндерің құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, қызметі бұйырсын. Кімнің баласы, кімнің келін дегенде, Қайырбек пен Замираның келіні мен баласы дегенде, азаматша, азамат болып жетілсіп, үлкен бір қожалық болсын. Келіннің аяғынан дейді, келіннің аяғы сіздерге құт әкелсін. Отбасының берекеті арта берсін. Тойларың құтты болсын, тойларың той қаласын. Тек жақсы күнде, жақсы нәрселерді көріп жүре беріңдер. Балдарыңа бақыт тілеймін. Құрметті ата ене болып, алдарында жүре беріңдер. Біз осы той иелерімен ойласып, ақылдасып отырып, мінекей ақ тілектерді беріп жатырмыз. Осы мінекей алыстан келген қонақтарымыздың құрметі бар, сол кісілер бірінші ақ тілегін ақтарыла айтсын деп жатырмыз. Ал енді мінекей бір тілек берейік, содан кейін ақ батамызды бір сұрасақ деп отырмыз ағайын. Әлі келініміздің беташар рәсіміміз бар. Сол үшін енді мінекей үш жұрттың ұлығы деп, ұлысы деп, бұрынғының сөздерінің дұрысы көп. Мен сіздерді жақсы көремін, нағашылар, аяулы анашымның туысы деп дейді. Бұл тойда нағашылар сөйлемесе енді, ол кісілердің де орны ерекше, орны бөлек. Сол үшін енді мынау Еркебұланның нағашыларын, жалпы нағашыларын бір ортамызға шақырайық. Келіңіздер кәреге. Ал, берді нағашы бар. Нағашылар келеді рахмет, Қанеке. Жол көрсетсеңіздер, жол көрсетсеңіздер, кімден бастаймыз, Қанеке? Үлкен кісілерден ба? Бәке? Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Бүгінгі міне бас қосып жиналып жатқан себебіміз біздің Күйеуқұла Қайырбек пен мына қызым Замираның келін түсірген той екен. Тойларың құтты болсын, жастар бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, көтерген шаңырақтары биік босағалары берік болсын. Елімізге, халқымызға, ата-анаға қызмет қылатын азаматтар болып жетесіздер. Бақытты болсын, құтты болсын тойларың. Ассалаумағалейкум, ағайындар, құдамдылар. Той құтты болсын. Қайырлы Замира, той құтты болсын. Екі жас бақытты болсын, саған армандарыңа жетсін. Елдің елеулі, халықтың қалаулы азаматымен келіні болсын. Әрқайдан сендерді қуантып жүре берсін. Осылар сол бақытты болса, біздер бақытты болсын. Азғантай жаңа нем бар, шашу, қабылауында. Аз болады, көп әкелесің. Қайырбек, Замира, мына тойларың құтты болсын. Мына үйленіп атқан Еркебұлан жан шаңырағы биік болсын, босағасы берік болсын, екі бала бақытты болсын. Осы Қайырбек пен Замираның отбасына құт болып келсін. Немерелерінің кішкентай ғана бізге құт болып қонсын. Құс болып, құт болып, отының басын алдыға сүйрейтін келін болсын. Аяғы оң болсын, келіннің аяғынан шопанның таяғынан дегенге ғой, келінімнің аяғы құтты болып, осыларды жақсы үлкен семьяға алып шықсын келінім. Мына қара тамыр
еліне бәріңізге құтты болсын айтамын. Келіндеріңіз тойларыңызда құтты бола берсін. Не деймін енді, сол балапандарымның шаңырағы берік болсын, босағалары берік болып, шаңырағы биік болып, жаңағы өмір бақи бірге жасайтын болсын. Дендері сау болсын. Мына әке-шешесінің де дені сау болып, соларға жаңағы қызығын көріп жүре берсін. Менің Камал құда сізге де құтты болсын айтамын. Мен көз ашып көрген осы жерде жалғыз құдам осы кісі. Рахмет, берекелі, жалғастырамыз ба, қосыламыз ба? Бәкене, әмедеке, қандай керемет. Нағашылар, сіздерге де құтты болсын дейміз. Ал әрқашанда осы мына екі жастың алайым бақытын берсін, бақыттар баянды болсын, махаббаттар мәңгілік болсын, ұзағынан Алла сүйіндіріп, келер жылы тек бесік тойда басқасуға Алла нәсіп етсін дейміз. Рахмет, берекелі, орындарыңызға жайғасайық. Рахмет, берекелі, алдамызда астың батасын. Камал ағамыздан ба? Үлкені. Камал аға, өзіңізден астың батасын сұрайық. Ғали әумин деп, алақанымызды жайып, ақ білегімізді бір көтерейік. Содан кейін келіні ашуға жетіп тұрамыз. Құрметті қалайынды. Екі жас бар болыңдар, бақытты болыңдар, бай болыңдар. Жұптарыңды жазбай бір-бірлеріне сай болыңдар. Өмірлікке, мәңгілікке бірге болыңдар. Терезелерін тең болыңдар, тең болыңдар. Өмірлік жолдас болыңдар. Жұптарың жазылмасын, береке, ырыс сендердің жас отауларыңызға қоссын. Керегесі тең, терезелердің тең болсын. Түтіндерің дүзу, алдыңғы қатарлы семья болыңдар. Олардың негізінде екі нәрсе бар. Біріншісі бір-бірлеріне деген бүгінгі дәл осы сәттегі сезімдері. Екіншісі олардың бір-біріне деген сенімдері. Осы екі нәрсе болса, жас семьяның дәнекері, яғни түбі, фундаменті беріп болады. Соны сақтаңдар болды. Рахмет келгендеріңізге, қуанышымызға ортақ болғандарыңызға. Мен мынау давление болғасын қалып қойып кешіріңіздер. Әумин. Рахмет, қайта Камал ағамыз осындағы ортамызда отырғанның өзі мінеке қандай қуаныш, қандай бақыт ағайын. Ал, енді мынау терезелер ашылатын болса, кішкене ашып кішкене желгертіп қояқ. Енді мінеке осы Еркебұландай ұлдарыңыз қара тамырлы ұрылы елін қуантып жатыр. Алар биігі қайын жұрттағы тек босаға. Босағадан басқа биіктік жоқ. Сол үшін енді жоқ үш жерге жайсақ. Адам бұлай мейлі. Қиғаштап болмаса бұлайынан қойсақшы. Келіп жатқан мінеке ақ келіндеріңіздің бетін ашуға, ал енді мінеке осы ағамыздың ар жағындағы тұрған келіндерімізді ішке енгізейік ағайын. Ал сіздердің қалың қошеметтеріңіз болса, бүгін мінеке келіндерімізге деген бір құрметіміз болсын, бір қошеметтеп жіберейік. Ал көп жаса деп қойыңыздар, көп жаса деп қойыңыздар. Келін келді ортаңа, нұрға бөлеп манайым. Ағылығын желбірек, ағылауға енжірек, қуаным жырлат елден, еміреніп елжірек. Ұрпағымның анасы, келіндердің дарасы, ұлымның ұсылары, балапаным келді. Енді мынау жас келіндер тұрғанда енді мынау сіздер жұмыс істемей-ақ қойсын деп атқанымыз ғой.
Бірақ енді үстін түскен екен, апамызға бір қошеметтеп қояйық кәнеге. Ал, енді мінеке құрметті ағайындар, құрметті қонақтар, көпке созып, уақытымызды өзімізді уақытымызды алып отырмайын, өтірік өсиеттерден айтып отырмай қояйын енді мынау. Ал келген келінді қайын жұртыменен таныстырып өту, өз жұртыменен таныстырып өту бізге парыз болған екен. Ал енді мінеке әрбір келіннің иіліп салған сәлемдеріне бір қошеметтеп отырайық кәнеке. Ал, келінжан қош келдіңіз. Қадамдарыңызға нұр жаусын дейміз. Мінекей баянды бақыт тілейміз, мәңгілік махаббат тілейміз. Әрқашанда осы үйден өрбіп өсіп, үбірлі шүбірлі болып келер жылы бесік тойда кездесейік деп бір қошеметтеп қояйық ағайындар. Ал олай болатын болса, беташарға бет бұрып, ақ келіндеріңіздің бетін ашып беруге рұқсат етіңіздер. Ассалаумағалейкум, жиналған мына ағайын, шашуына келіннің сөз маржан тағайын, байқастырын қарасам, күлкіге толы маңайын, жақсыларды көруге Олақтай болым ағайын, не айтар деп мына ақын, таңырқап тұрсың талайын, мен тұлпардың тұяғы, бір кәдеге жарайын, айналайын келінжан, өсиетіңді берейін, құлағына құйып артыру үшін мерейін. Ең алдымен сыйлы бол, өзіңнің туған халқыңа қастерлеп ұста ұмытпа, ата баба салтыңды көз салып жанын құмартпа, бағал екен де бір алтынды. Екінші келін құрметте атаң менен енеңді, әрбір істі абайла, келін болың сененді, әруақтары солардың жеткерер көкке төбеңді. Және де келін құрметте қатарың менен құрбыңды, лақтырым тастама, басыңа түскен шылбырды, шайтанның ермес жуытпа ол бір құрғырды. Әр келін бетін аштықтан кездестірдім дүлдүлді, тәртіптің бұл кезінде ұмытпа жаным бұл күнді, енді саған сыншыл көп кірлетпей ұстай сүлгінді. Және де келін құрметтей, өзіңнің сүйген жарыңды сүрінтіп алма абайла, маңдайға біткен нарыңды сөндіріп алма қапыда өзің жаққан шамыңды. Аз да болса екен жан, тыңдардың ата ақылын, бақ болып қыдыр дарысын, көбейе берсін жақының, иіліп бір сәлемет халқыңның сыйлан ақылын. Әуелі келін есің ал, хақтың досы пайғамбар, дүниеден өткен бабалар, айла қолын шайғандар, жақсы тілек тілесін, медет болар солардан, өткен ердің рухына иіліп келін сәлем сал. Ал енді мінеке осы әулеттен үміт еткен аруақтардың рухына иіліп келін бір сәлем қанеке. Ал енді мінеке айтып қояқ, бұл жерде айтып қояқ ағайындар, бұл жерде енді барынша бәрінің де атын жазған. Соның ішінде енді мынау қалып кетіп жатқандарыңыз болса, ренжімеңіздер, тек құлағыңызға бір сыбырласаңыздар, аттарыңызды мінеке келіндеріңіз ешқашан ұмытпайтындай қылып атап мінеке сәлемдеріңізді салдырып береміз. Сол үшін енді мынау ренжіп, беташарға ренжіп шығып кетіп жүрмеңіздер ағайын. Тыңдасаң келін зейліңмен айтылған сөзі көнеге, қынжылмай қызмет ете бер көп жасаған көнеге. Ерте тұрын кеш жатып, әдеттікпен тіл қатып, қою шайын бердағы, иіліп келін сәлем сал, осындай абзал енеңе. Ал енді мінеке Қайырбектің анасы, ең үлкен әжеңіз, енеңіз Жұмагүл әжеңізге иіліп келін бір сәлем. Және осы мінеке осы Қайырбектің анасындай және кіндік шешесі Гүлсан апамызға иіліп келін бір сәлем, бір қошеметтеп қойыңыздар мінеке. Ал
Халқының қамын ойлаған, ақылға терең бойлаған, асқара таудай атаң бар, алғыспенен көгерер, атаңна жанын бата ал, кесе өтпе алдына, әрбір сөзін жаттап қал, қамқоршы әрі қорғаның, көмей салы орманың, сыйлай білсең атаң мен енеңді, орындалар арманың. Осындай абзал ата енелеріңізге иіліп келін сәлем сал. Ата енелеріңіздің тобын бастап тұрған мінекей жоғарыда отырған ақсақалымыз Камал атаңыз, Хасен атаңыз және Гүлсім Әбубәкір атаңыз, Күләш және Озат, Айша, Әсіл ағамыз, Күнсұлу, Махаббат, Әлия, Сәбет, Гүлістан, Алдаберген, Қаным, Әбдімүсілім, Айсұлу, Мәди, Мырзагүл, Үрістем, Алдан, Бердахмет, Мәдина, Бердібек, Ұлжан, Ғабиден, Дәмелі, Қанағат, Айжамал, Надима, Мәрияш, Зәуреш, Күнсұлу, Мақпал, Кенжегүл, Орынбек, Хадиша, Өмірбек, Жамал, Үсенбай және Гүләкия сыңлы ата енелеріңізге иіліп келін бір сәлем бір қошемет деп қойыңыздар қанеке. Аталар, аспай аталарымызға бір қошемет деп қойық ағайындар мінекей. Осы кісілердің жасын берсін, осы кісілердің жолын берсін дейміз. Екеуі қосарласып осы мінекей жастары 90-ға барғанда тойдың төрінде отыратын болсын. Балам, сен дұрыс істемейсің. Балам, мынау жеңшең басын иген кезде сен оқтауды көтер. Мынау ақ жаулық жерге тимесін. Жарай ма? Осыны бір айтып, үйретіп, содан кейін бар қою керек та балаларды. Мінекей, әр бала кешекте көріп жатырмыз, осында толықтың полын тазалап жатырмыз ақ жаулықпен. Әшейінде ақ жаулықты аналарымыз деп жатамыз, әшейінде ақ жаулық деп жатамыз, аяқпен баспаймыз деп жатамыз. Қайдағы мінекей голдтың бұл кеше полын тазалап жатырмыз. Сол үшін жеңшең басын иген кезде сен көтер оқтауыңды. Жарай ма? Анау жаулықтар жерге тимесін балам. Артқа кетем деп ма жеңшеңнің шарадай басын домалатын неге түсірмейді. Өзің тұрсыңда енді осы мына үшеуін тұттың қалып тұрғандай немістің түрінде екен өзі. Ал, енді көтерін келіп тұр, мына көтерін келіп, айналайын. Мінекей осындай тойға жетсенде, осындай тойға жетіп, келін алған тойыңда ата әжелерің, ата аналарың барлығы келіп түгелдей отырсын қанекей. Айтылса әзіл үшін көрін ұрысыңды сайлама, ыржаңдатым аузыңды сөкейтіп сағыз шайнама. Үйде отырған кісінің жел жағынан шаңқытып баспақтата айдама. Қонақ келсе үйіңе мініп келген көлігін босағаға байлама. Асығып отыр қайтсақ деп шыдамсыз келең қайнаға абысындарыңа иіріп келін сәлем сал. Ал жалпы қайнаға абысындарыңыз Қайрат Әби, Қайрат Света және Ринат Маржан, Серікбол Мақсат, Жәнібек Нұрсұлу, Нұржан, Сайранбек Гүлжамал, Сейітжан Жанна, Абай және Айнұр сыңлы қайнаға абысындарыңызға иіліп келін бір сәлем бір қошемет деп қойыңыз. Рахмет. Нағашы жұрттың бір бөлең, оларды халқы сыйлаған, тұқым шашқандай терек, қадірменді сыйладым. Мықтылығын сұрасам, жоғыңды тауып берердей, нағашы жұртың осындай шетінен бір керемет, артықша сыйлап бұларды иіріп жаным сәлемен. Ал нағашы жұрты, және енді мінекей біздің Қайырбектің нағашылары, Еркебұланның түп нағашылары, Жаңашапа, және Әділбек, Жеңісай, Роза, Ажар, Азат, Нышангүл, Шарап, Еркінай, Мекебай, Тұрсын және Тоқтаған ағамыз
Кырмызы, Ерсултан, Абдулла, Марина, Бактыгүл және Мадина, Райбек сыңлы төп нағашылары және Еркебұланның нағашы ата-әжелері Бегалы Орынкүл, Жуман Қожа, Әкима апа, Тоқтаған, Алма апа, Төрехан Тамара, Раш апа, Майрамбек, Гүлнар, Нағашыбай, Рысқан, Хамрадин, Катя, Шарипа апа, Патша апа, Таңат, Майрамкүл апа, Айтуар, Гүлзада апа және Жансұлу апаларымыз Еркебұланның нағашылары Поғат, Света, Бұрқан және Тазагүл, Өтемұрат, Бақтыгүл, Жақсыбай, Әлима әжеміз, Алдаберген Зинегүл, Бағлан Бектұрсын, Нұрлан Фарида, Оразалы Гаухар, Бақытжан Дәмегүл, Ахметжан Арай, Абат Нұрсәуле және Нұралы Палия, Абыл Зоя, Ержан Жазира, Басқар Айман, Наурызбек Балзия, Орынбек Ақзия, Назарбай және Фируза, Берік Айгүл, Нұрсұлу, Жансұлу, Айдынбек, Балжан, Айару, Айзере, Әсел, Әсем, Жанел, Анел, Жанерке, Мақсат, Марат, Саят, Нұрсипат және Ақжан сыңлы жалпы нағашыларымызға иілік келін бір сәлем бір қошеметтеп қойыңыздар ағайындар. Апаларың бір төбе көңмай салып көрікті, абайла сен қарасаң Құдай бақын берімді, жас келіндікке көрем деп алыс жолдан олары да бір қалмай келіпті. Олардың бөлек орны түрі түсін сұрасаң, қыз жібектей форма шашуына берердей бір жорға торыны аямайды өзіңнен. Бұлар ешбір дүние мал, апа жезелеріңе иіліп келін сәлем сал. Апа жезелеріңіз Дәргүл Жамал, Мағираш және Қыдырбек, Жанат Зоя, Орынша Райхан, Ұлша Әшөк, Гүлайша Пірәлі, Самал Гүлнұр, Талғат Балнұр, Рамазан Дәмегүл, Салтанат Индира, Ұлбосын Забира, Айбек Майрагүл, Венера Дархан Балжан сынлы апа жезелеріңізге иіліп келін бір сәлем бір қошеметтеп қойып. Апа жезелеріңіз. Енді мынау жаңа естілмей қалған шығар, бірақ нағашыларына енді біз енді Нұралы ағамыз бен Пәлиада апамызды нағашыларына қосылып айтылды ма, естіңіздер ма? Тек Қайырбек естіпей қалыпты. Біздің құрдас сұлужу қайын жұрту деп жүр ғой бүгін, иә. Қайын жұрттерін түгел деп жүр ғой. Қазақтың көне шаһар Таразынан келген апа, осындағы жаңа шапам. Қандай апасы Таразда дейді? Келген меруерт апаң, ал иілім ізгілікпен сәлемің сал. Тараздан келген меруерттей екі апаң. Тараздан келген меруерт апамыз қанеке? Ой, жаңа тос бердіктер сіз ұмытып кеттіпіз, я. Байқамай қалыппыз, я. Жаңа тос сөйлегесінен, ой, мінеке. Меруерт тастан беді? Бар ма тастан? Bir adam giyesin, bir adam zorға шақырмады. Ай, апа, ренжімейміз, жаңа айттық қой, жаймен құлағымызға сыбырласақ дедік, ой, мінеке, қандай керемет. Енді мынау, біздің Қайырбекпен Замира адам ренжі
ренжитін адам емес екен. Иә, адам ренжімейді екен, ренжи де алмайды екенсің оларға. Бүйтіп түріне қарайды екенсің да, иә, былай қарайды екенсің да, өзің дос болып кете береді екенсің. Қалғанын өзің істеп кете береді екенсің, иә. Құда бар келін мың жылдық Құдай қосқан шынымен құрметті адам осы адам сыйласа біл осымен ата-енеңнің жақыны әрі дос әрі ақылы құдалар менің құдағи әрқайсысы әр елдің билері мен батыры құрметті жаным бұларды деме жаман кемпір шал ізетпенен иіліп көрген жерде сәлем сал Қайырбек не қылмасын, қайын жұрттан кешірім сұрап атсыз ба не қылмасын? Көп тұрып қалдық біз өшейді мына жерде. Ал, құдағиларымыз, Әбдіжаппар Арзыгүл, Құртбай Перне, Әбдірахман Үміткүл, Беген және Қалдыгүл, Анар Әбдімұрат Ұлбосын сынлы құдағиларымызға иілік келін бір сәлем бір қошеметтеп қояйық. Сайыржан, Жандос Бауыржан, Медет Нұржан, Нұркен Дулат, Әсет Мәринам, Балжан Мөлдір, Қазына Зарина, Әнел Әсел, Наскен Әйгерім, Әбілтай Жұмагүл, Нұрсипат Нұрдәулет, Тайыржан Ерасыл, Айсана, Ағниет сыңлы жеңдерімізге иілік келін бір сәлем. Ал енді мінеки бөлелеріміз, Қайырбектің бөлелері, Айсұлу Раушан, Берік Мұрат, Әсем Райса, Манас Айсұлу, Бауыржан Ақжан, Айжан Дулат, Амина Алмас, Аида, Азиз, Кеулімжай, Сәуле, Қоныс, Айгүл, Ақпернеш және Медеу, Ерлан, Еркебұлан және біздің Жадыра сыңлы Қайырбектің бөлелерде иілік келін бір сәлем, бір қошеметтеп қояйық кәнеке. Секірген қайынлар елеңдеп жаңа түскен жеңгеме келін алып берем деп жас өспірім жас шыбық тәрбиесін жеңгемнің асығып тұр көрем деп ойлы бол келін ойлы бол ақыл сұрайды жеңге деп әрқайсысы сенен кеп қол қанатың қосылар ізіңнен ерген көрендер қайынларың мен қайын сіңілдеріңізді ізетпен иіліп келін сәлем сал қайынларыңыз және қайын сіңілдеріңіз Жаслан, Айбол, Нұртас, Жанерке, Назерге, Аружан сіңлі қайынларыңыз және қайын сіңілдеріңізге иіліп келін бір сәлем бір қошеметтеп қойыңыздар қайынлары. Сабыр қыл келін сыр бермей аштықпенен тоғыңа қобалжу қылып еріңді өзің жеп жүрме тамақтың тәттісі түссе қолыңа қобалжу қылып еріңді өзің жеп жүрме тамақтың тәттісі түссе қолыңа әңгімелессең біреумен абайлы сөйле аң болып оңыңменен солыңа көршілерден қызғанып асуыңды көрмай көршілерге ет сәлем. Ал енді мінекей көршілердің атын атап отырмайық, жалпы құдайы көршілеріміз мінекей, жалпы ауылдағы көршілеріміз, ауылдастары, ауыл ақсақалдары, ауылымыздың апаларымыз, жалпы ауылдастарымызға бір сәлем. Атаңыз бар қадірлі, сөйлесе сөзге сабырлы, аузында дұға баталы, самайдан түспесе де сақалы. Ал Қайырбек деген атаң бар, иіліп келін сәлем сал, болмасын бізден қапалы. Ал Қайырбек атаңызға, өз атаңызға иіліп келін бір сәлем қошеметтеп қойыңыздар қанеке. Қошеметтеп қойыңыздар, қошеметтеп отырайық кәнеке.
талай көктем күзді өткізген жолдарыма сірә дейтін біз өтпеген келінжан ақ жаулықты енеңіз бар жүрегін ешбір жанға мұз етпеген танытым ибалықпен басыңызды енеңізге Замира деген ізетпенен өз енеңіз Замираға иіліп келін сәлем сала. Ай, рахмет бәрекелді. Өз енеңіз Қайырбек және Замира енелеріңізге ерекше етіп екі сәлем салып қойыңыз қанекей. Ой, не қылды? Жоқ, маған керек емес. Маған салмаңыздар. Жоқ, салмаңыздар. Жоқ, салмаңыздар. Жоқ, салмаңыздар. Жоқ, болды. Балалардың бақыты жоқ. Керек емес маған. Басқа тойдан аламын. Жора жолдастары бар, оларды да танымал, шырақтай жанған бағы бар, ата-енеңнің жақыны, әрі дос әрі ақылы, оларға да келдірет иіліп келін сәлеммен. Ал енді мінекей құрметпенен Бегалы атаңыздың жора жолдастары бар, және өз ата енелеріңіздің жора жолдастары бар. Бірінші мінекей Бегалы атаңыздың жора жолдастары Құрманғали Зәуре, Қожан Гүлнар, Мырзабек ханым, Батырхан Разия, Жақсылық Нұргүл, Орынбасар Айткүл Игілік сіңлі Бегалы атаңыздың жора жолдастары, және ата енеңіздің Қайырбек және Замираның жора жолдастары Бека, Света, Парахат, Мардан және Тұрғанай, Қуаныш, Қарлығаш, Сейітбек, Рима, Майдан, Жанна, Мәндібек, Ақзира, Мәкөн, Жеңіскүл, Кенжеш, Несібелі, Венера, Жарқын, Марат, Фируза, Мұрат және Гүлжамал, Мырзахит және Жұлдыз, Бауыржан, Қанзира, Сәкен, Закура, Ғани, Айгүл, Сейдулла, Зоя, Жақсымұрат, Назира, Бақытжан, Арна, Қалдыбек, Рано, Ләззат, Ырсыбай, Лиза, Асқар сыңлы ата енеңіздің жора жолдастарына және Еркебұланның жора жолдастары Руслан Гүлдана, Ералы Мөлдір, Көптілеу, Асылжан, Мерей, Мардан, Өмірбек және Есімжан, Нұржас сыңлы, Бекберген сыңлы Еркебұланның жора жолдастарына иілі келін бір сәлем, бір қошеметтейік. Жора жолдастарыма бір музыка қойып қанекей. Рахмет, бәрекелді. Енді мынау сіздерді билететін едік, ар жақта енді үлкен ақсақалдарымыз бар, ақ жаулықты аналарымыз отыр. Сол үшін енді бір кішкене қысқартайық, Тағы келін иілім басыңызды, осында отырған коллективтер Берікпенен шалқарға ерекшетім, екеуіне ек сәлем салып жібек. Коллективке иілі келін сәлем сал. Берік және шалқар коллективтерімізге, Еркебұланның коллективтеріне. Рахмет. Осы тойға келіпті дейм халық жиналып, бет ашарды бәрі де тыңдай қапты бұйығып, қалқаланың бір аты, мынау тұрған халыққа сәлемет жаным иілім, мынау тұрған халыққа сәлемет жаным иілім. Ал, рахмет, бәрекелді. Енді мінекей
иә. Ал, енелерін ортамызға бір шақырайық, кәнекей. Ал, келінжан, бұл енді бұл кісілер енді музыкаға, домбыраға қарамайды. Бірақ енді осы мінекей келіп жатқан Әлпия келініміз екі сәлем салса бізге соның өзі жеткілікті. Ең бастысы Сәмираға адал қызмет қылса деп отырған, төрімізде отырған Сәмираның коллективіне бір екі сәлем салып жіберейік. Ал енді мінекей, дұрыс, қалып кеткен кісілеріміз болса, осы жерде аты шықпай қалған кісілеріміз болса да сәлемін салайық. Ал рахмет бәрекелді, енді мынау ешкім ренжімейді деп ойлаймыз ағайын. Бәрінің де дерлік атын атап түстерін түстеп жатырмыз. Өздеріңізді мінекей көргендеріміздің барлығына сәлем салып жатырмыз. Бірақ жаңада айтып жатырмыз, аттарымыз шықпай қалған кісілерімізге де сәлемімізді салдырып жатырмыз ағайын. Енді мінекей енелерімізді ортамызға шақырсақ кім? Сәмира өзің ба, я үлкендер бар ма? Сәмира, қорқып тұрсың ба? Осы бастан қорқытпа, қайта қорқытып ал осы кезде. Ал, қолтықтер, жеңгелері түйін шешіп, өздеріңіздіңеке, ал шәрісін өзіңіз тұрып, маңдайыңыздан бір сүйіп алыңыздар. Ал, неке, ал Сәмира құтты болсын, келіннің, ал балам. Келіннің аяғынан, қойшының таяғынан деп жаңада айтып жатыр. Осылардың мінекей махаббаты мәңгілік болсын, бақыты баянды болсын деп, үбірлі шүбірлі келесі келгенімізде бесіктің осы мынау жабуын не дейді ме? Соны бір ашып отыршы, Сәмира. Соны ашып, немерені сүйіп отыр осылай маңдайынан, бетінен. Қыздар, не қылыңыз, келіңдер, не қылыңыз? Сәмира, келіңші. Құрметпен осы, Сәмира келіп тұрайық, мына жаққа келіп тұрайық, келіңіздер кәнекей, мына келіннің. Ал, байлаңыздар, шынын айтып отыр, негізінде байлау керек қой, енді үрдісімізден аттап кетпейік ағайын, осы мынау ескірген, бірақ сол қалмай келе жатқан біздің қазағымыздың үрдісі, осы мінекей беташарымыз, бір енді қылғындырып тастамаңыздар, енді осы іс жерден. Еркебұлан қайда, Еркебұлан? Мына Еркебұланға орнын беріңіздер енді, Еркебұланға оң жағынан тұрасың, келініміз, оң жағынан тұрасың. Ал, біз енді мынау қожаның ұрпағынан деп, қожа ағамыздан ақ батамызды бір алсақ деп отырмыз. Аға, қай жерге тұрамыз, ыңғайлы жер, мұндай жерге тұрамыз ба? Ренжімесеңіздер, келіннің алдынан болып кетер қазір. Ал, олай болатын болса мінекей жастарымызға бір ақ батамызды өзіңізден бір сұрайық деп жатырмыз. Іләхи әуминде білектерімізді көтерейік, алақанымызды жаяйық, жастарымызға ақ батасын алайық. Әумин, жарылқа Алла жанды ер, жарылқаудың қамын ет, ниетлерсе тілегің жастарыңның қабыл ет, қосылып тұрған қосылан, игілікті сыйлы болыңдар, халыққа қалаулы болыңдар. Өмірде бір-біріңді ешқашанда жамандыққа жортпаңдар. Бақытты, дәулетті, ырысты болуды, өздіктерінен көбейе беруді, дәулетті, ырысты өмір сүруді Алла сендерге нәсіп етсін. Әумин. Ал, қандай? Берілді отырған жерде жоқ, оны сұрап отқан жоқ. Жай, рахмет бәрекелді. Отырған жер, мына кісілер айтып отырмын, отырған жерде апарып беріліп жатыр деп жатыр. Мынау иығына жапқан шапанымыз, отырған жеріне апарып беріп жатыр деп жатырмыз. Ал, рахмет. Енді мінекей, енді құрметпенен енді сіздерден рұқсат болса, басқа не жоқ па, ешқандай сияпат, ешқандай ештеңе жоқ па? Ал, оған дейін мен енді мына Замираның класстастарымыз дедім ма, құрбы құрдастары, достары болып келіп отырған сол кісілердің де мінекей ақ тілегіміз бар еді. Содан кейін осы тойымызға шашуымыз бар еді деп жатыр.
Mına жерге береміз. Aha. Болды. Келіңіз. Жеңізге. Армысыздар, құрметті қадірменді тойға жиылған қауым. Неке Замира, Қайырбек, тойларың құтты болсын, балдарың бақытты болсын. Әрдайым сендердің үйлеріне тойлап келейік. Балдардың қызығын бірге көріңдер. Міне достар атынан шашуымыз бар, соны қабыл алыңыздар. Қайырбек, Замира, тойларың құтты болсын, тойларың тойға ұласа берсін. Біздерге де жұмысты болсын. Бәрімізге той құтты болсын. Рахмет. Маған егер сенсеңіз апарып берейін. Я өзіңіз бар ешкімге сенбейді. Қазіргі заман сондай ешкімге сенбейді. Енді мінекей балаларымыз осында тұрған кезде ақ батамызды алдық ағайындар. Ал енді мінекей үлкен кісілерімізге рұқсатымызды берсек, балаларымыз осы жерде тұрғанда біз енді мынау Қайырбектің класстастарын осының ортамызға музыкамен шақырса, осы кісілердің де бір ақ тілегі бар. Жаңа енді мынау үлкен кісілерді сөйлеттік. Бұл кісілерді енді беташардан кейін деп сөз бергенбіз. Сол үшін енді осы Қайырбектің класстастарын, достарын қазір ортамызға бір шақырамыз. Ал біз оған дейін Нұргүл апам екеуміз анау сонау Тәуелідегі қуанып жатқан, қуанышын біздермен бөлісіп жатқан біздің Еркебұланның әжесі Жұмагүл әжемізге сый сияпатымыз бар ағайын. Жұмагүл әжемізге сый сияпатымыз бар, бірақ енді кейін өзіңіз жеткізесіз ба? Аманат өзіңізге. Жандаламыз оның. Маған да бір әкім жандалам деп жүрсе. Райхан өзіңіз ба? Жоқ, басқа, ол да Өзбекстанда. Райхан қыз. Райхан қызымыз. Қарындасы. Жоқ, өзіміздің осы сияқтың өз әулеттің қызы ғой енді. Зоя қарындасымыз. Зоя қарындасымызға, Райхан қарындасымызға мінекей бүгінгі сый сияпатымыз бар. Көп жасаңыз. Маған сәлеміз бар. Көп жасаңыз. Қонақ асымыз бар ағайын. Сағат 1-ге. Ол қай жерде адрес? Осы жерде бола ма? Ал бұған дейін үлкен кісілерімізге рұқсат берсек, аяқтарын жаздырып келе берсін антракт қылып. Ал біз енді қалған коллективіміз бар. Замираның класстастары және соның ішінде ең бастысы Қайырекеңнің класстастары бар. Енді мынау балаларымыз осы жерде тұрғанда, осы кісілерден бір ақ тілегімізді естсек деп отырмыз. Бір музыка қояқшы достарымызға ғана, жеткізсек қояқ, жеткізсек. Ой! Содан кейін Ақтілекті айтып, содан кейін бір билесек, Ақтілекті айтып, содан кейін билеп, неге десеңіздер, келінді ар жақтан енді қызметке күтіп жатыр келіндерімізді. Үлкендерімізге рұқсат беріп жатыр. Үлкендерімізге рұқсат беріп жатырмыз. Біз енді бұл жастарымызды алып қалып жатырмыз. Соның ішінде енді мынау Қайырбектің класстастары бар. Және осындағы Замираның класстастары жаңа ақ тілектерін айтып жатыр. Ал өздеріңізге келін құтты болсын дейміз. Ал өздеріңізге микрофонды берсек. Ассалаумағалейкум. Қайырбек, Замира, сіздердің отбасыларыңда той береке. Той береке мына екі жастың себебі. Екі жасқа тілектерді бақыт, шаңырақтар кебелсін. Әрқашанда үйлерінде той болсын, тойдан тойға ұласа берсін. Немересіге осындай шора қалдастың ортасында күн бойдан жүре беріңдер. Бақытты болсында екі жас. Бақыт тілейміз біз екі жас. Құрметті қонақтар, бүгінгі ең бір үлкен сарайда баласы екеу болып жатыр екен. Қайырбек, жаным сол.
Осы мінезіңнен ешбір өмірге өсіп келген екенсің, әлі өзгермепсің. Бүгін енді бір ата болып атсың. Салмақты, сабырлы, пысық ата болуды нәсіп етсін. Замира, саған айтарым, ене болған күнің құтты болсын. Бақытты бол, баянды бол, көргенің өссін. Ең алтын ене боласың, сен айтамын саған. Бақытты болсын балдарың. Балдарым айтарым, қош болыңдар балдарым. Қош келдің келінім, алтын аяқ болып, балдарың бақытты, баянды болып, өркендер өсе беріп, өбірлі жусандай түбірлі өсін. Достарым айтарым, сіздерге де той құтты болсын. Балдарың үйленіп, немере болып, шөберелі ата әже болуды нәсіп етсін. Бақытты болыңдар. Рахмет, берекелі қылысыздар, қандай керемет ақ тілектерді ақтарлы айтып жатсыздар. Әрқашанда сіздердің шаңырақтарыңызда осы мінекей тойыңыз жұғысты болсын дейміз. Қыз ұзатпағандарыңыз қыз ұзатып, келін алмағандарыңыз келін алып, кенеліп, немереге, шөбереге жете беріңіздер дейміз. Ал, сіздердің құрметтеріңізге музыка қояйық кәнекей. Мынау жастарменен бір суретке түсейік. Жастарменен суретке түсейік. Рахмет. Анар. Руслан. Қазір мына коллективтер бір сөйлессін. Қай жақтан тұрамыз? Болмаса осы жерден тұра берейік, жастарымызға қара. Апамды өткізіп. Замира, тойларың құтты болсын, жастар бақытты болсын. Бақыттарыңыз, отбасыларыңызға амандық, деніңізге саулық тілеймін. Тойларың тойға аласыз.